Саламатсыздар ма? Есептеуіш техника және бағдарламалық қамтамасыз ету кафедрасының аға оқытушы Сценарикова Анара Рахимбердиевна. Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы желілер топологиялары. Бүгінгі дәрісте келесі сұрақтар талқыланады. Бірінші, топология туралы жалпы түсінік. Екінші, желі топологиясындағы алмасу мен басқару әдістері. Үшінші, желі топологиялары түрлері. Шина топологиясы, сақина топологиясы және жұлдызша топологиясы. Төртінші сұрағымыз біріктірілген топологиялар. Бесінші, қорытынды. Компьютерлік желінің топологиясы деп әдетте желі компьютерлерінің бір-біріне қатысты физикалық орналасуын және оларды байланыс желілерімен байланыстыру тәсілін айтады. Топология түсінігі ең алдымен байланыстар құрылымын оңай анықтауға болатын локалды желілерге қатысты болады. Глобалды желілерде байланыстар құрылымы әдетте пайдаланушылардан жасырылған, әрі онша маңызды емес. Себебі байланыстың әрбір сеансы өз бетімен, өзінің тәсілімен жүзеге асады. Топология мамандар желі құрастыру негізін бейнелеуде қолданылатын стандартты термин. Топология немесе желі топологиясы термині компьютерлердің, кабельдердің және басқа да желі компоненттерінің орналасуын сипаттайды. Желі топологиясы олардың сипаттамаларын көрсетеді деп айтуымызға болады. Көбіне қандай да бір топологияны таңдауда келесілер әсер етеді. Қажеттілік, желілік жабдықтау құрамы, желілік жабдықтау сипаттамасы, желіні кеңейту мүмкіндіктері, желіні басқару әдісі. Топология жабдыққа қолданылатын кабельдің типіне қойылатын талаптарды, алмасу мен басқаруды мүмкін және аса қолайлы әдістерін, жұмыстың сенімділігін, желіні кеңейту мүмкіндіктерін анықтайды. Желінің топологиясы туралы айтылғанда, желілік архитектураның әртүрлі деңгейлеріне қатысты 4 түрлі ұғымдарды атап өтуге болады. Бірінші, физикалық топология. Компьютерлердің орналасу мен кабельдердің төселу сұлбасы. Екінші, логикалық топология. Байланыстардың құрылымы, сигналдардың желі бойымен таралу сипаты. Үшінші, алмасу мен басқару топологиясы. Мұнда бөлек компьютерлердің арасында желіні басып алу, құқығын беру қағидасы мен реті. Төртінші, ақпараттық топология. Желі бойымен жіберіліп жатқан ақпарат ағынының бағыты. Желі топологиясын сонымен қатар толық байланысқан және толық байланыспаған деп бөлуге болады.
Екі компьютердің арасында мәліметтермен алмасу үшін желінің басқа түйіндері арқылы мәліметтердің аралық жіберілуі қажет болғанда толық байланыспаған топологияларын қолдануға болады. Толық байланысқан топология ішіндегі әрбір компьютер тікелей барлық қалғандарымен байланысатын желіге сәйкес келеді. Толық байланысқан топологиялар ірі желілерде сирек қолданылады. Логикалық қарапайымдылыққа қарамастан, топологияның бұл түрі үлкен әрі тиімсіз болып табылады. Себебі бұл жағдайда желідегі әрбір компьютердің желінің қалған компьютерлерінің әрқайсысымен байланысы үшін жеткілікті коммутациялық порттарының үлкен саны болуы керек. Әрі компьютерлердің әрбір жібі үшін бөлек физикалық байланыс желісі бөлінуі керек. Желілер топологиясында кездесетін келесі тағы бір топология түрі ол ұяшықты топология. Толық байланысқан топологиядан кейбір мүмкін байланыстарды жою жолымен алынады. Ол компьютерлердің үлкен санын байланыстыруға мүмкіндік береді. Әрі ереже бойынша ірі желілерге арналған. Барлық қалған нұсқалар ұяшықты топологияларға негізделген. Онда компьютерлер арасындағы мәліметтермен алмасу желінің басқа түйіндері арқылы жіберілуі мүмкін. Желі әрқашан әрбіреуі пакеттерін жіберуге құқылы бірнеше абоненттерді біріктіреді. Бірақ бір кабель бойынша екі абонент бір уақытта ақпараттарын жібере алмайды. Әйтпесе, дау пайда болуы мүмкін. Ол екі ақпараттың да бұрмалануына немесе жоғалуына әкеледі. Демек, қандай да бір жағдаймен мәліметтерді жіберуді қайталайтын барлық абоненттерді желіге кіргізуді ұйымдастыру керек. Сондықтан кез келген желіде алмасумен басқарудың қандай да бір әдісі қолданылады. Ол абоненттер арасындағы дауды шешуге немесе алдын алуға мүмкіндік береді. Таңдалған әдістің дұрыстығына көп нәрсе тәуелді. Компьютерлер арасындағы ақпаратпен алмасу жылдамдығы, желінің жүктеулік қабілеттілігі, желінің ішкі оқиғаларды қабылдау уақыты және тағы басқалары. Алмасумен басқару әдісі екі топқа бөлінеді. Бірінші, орталықтандырылған әдістер. Онда барлық басқару бір орынға бағытталған. Мұндай әдістердің кемшіліктері орталық бас тартуына тұрақсыздығы, басқарудың аз иілгіштігі, артықшылығы даулардың болмауы. Екінші, орталықтандырылған әдістер. Онда
басқару орталығы болмайды. Бұл әдістің негізгі артықшылықтары бас тартуларға жоғарғы тұрақтылық және үлкен иілгіштігі. Дегенмен, шешу керек даулары болуы мүмкін. Орталықтандырылған әдіске жататын алмасу мен басқарудың тағы да басқа да әдістері бар. Олар терминделген әдістер. Желіні абоненттер кезекпен басып алатын нақты ережелерді анықтайды. Абоненттер приоритеттердің екі бірдей жүйесін құрайды. Сонымен қоса, бұл приоритеттер басқа абоненттер үшін бөлек болады. Және де ереже бойынша конфликттер толығымен жойылған, немесе өте аз. Бірақ кейбір абоненттер өзінің кезегін өте көп күтуі мүмкін. Детерминделген әдіске, мысалы, жіберу құқығы бір абоненттен келесі абонентке кезек бойынша берілетін маркерлік енгізуді жатқызуға болады. Келесі әдісіміз ол кездейсоқ әдістер. Ол жіберуші абоненттердің кездейсоқ кезегін қарастырады. Бұл жағдайда конфликттердің болуы мүмкін, бірақ оларды шешу жолдары да бар. Кездейсоқ әдістер детерминделген әдістерге қарағанда желіде үлкен ақпарат ағыны кезінде нашар жұмыс жасайды және абонентке кіру уақытының шамасына кепілдік бермейді. Барлық желілер үш базалық топологияның көмегімен жасалынады. Бірінші шина, бус, екінші жұлдызша, стар, үшінші сақина, ринг. Шина топологиясы өзінің құрылымымен компьютерлердің желілік жабдығының бірдейлігін, сонымен бірге барлық абоненттердің тең құқылығын болжайды. Себебі барлық компьютерлер параллельді түрде бір байланыс желісіне қосылады. Әрбір компьютерден шығатын ақпарат бір уақытта барлық қалған компьютерлерге жіберіледі. Мұндай байланысуда компьютерлер тек кезек бойынша жіберу құқығына ие. Себебі байланыс желісі біреу-ақ. Кері жағдайда жіберілетін ақпарат дау, коллизияның нәтижесінде бұрмаланатын болады. Сөйтіп, шина топологиясында екі бағытта кезекпен жартылай дуплексті алмастыру режимі жүзеге асырылады. Шина топологиясы пассивті топология. Мұнда компьютерлер желі бойынша жіберілген деректерді тыңдайды, бірақ жіберушіден алушыға оларды ауыстырмайды. Сондықтан, егер компьютер істен шықса, басқаларға әсер етпейді. Деректер, не электрлік сигналдар кабельдің бірінші ұшынан екіншісіне қарай барлық желі бойынша таралады.
Егер ешқандай арнайы әрекеттер жасамасақ, онда кабельдің соңында сигналдар шағылысып, басқа компьютерлерге деректерді жіберу жұмысына кедергі туғызады. Сондықтан деректер алушыға барғаннан соң электр сигналдарын сөндіру қажет. Шина топологиясында компьютерлер мәліметтерді электрлі сигнал түрінде кабель арқылы белгілі бір компьютерге жібереді. Компьютердің шина арқылы әрекеттестік процесін түсіну үшін келесі түсініктерді білу қажет. Сигнал беру, сигнал шағылысуы және терминатор. Шина байланыс сызығы біреу болғандықтан және оны желінің барлық абоненттері бөлетіндіктен, онда алмасу кезіндегі ақпарат жіберуші компьютерден барлық қалған компьютерлерге таралады. Бірақ оны тек ақпарат адрестелген компьютерге ғана алады. Желінің барлық компьютерлеріне деректер жіберіледі. Бірақ ол деректерді шифрланған мекен жайына сәйкес компьютер ғана қабылдайды. Сонымен қатар әрбір уақытта тек бір компьютер ғана жібере алады. Ұзын байланыс желілері бойымен электр сигналдарының таралу ерекшеліктеріне байланысты шинаның ұштарына арнайы сәйкестендіруші құрылғыларды, яғни терминаторларды қосуды алдын ала қарастыру қажет. Терминаторларды қоспағанда сигнал желі ұшынан шағылады да желі бойымен байланыс мүмкін болмайтындай жағдайға соқтырады. Мұндай байланыс кезінде компьютерлер тек кезек бойынша ақпаратты жібере алады. Кері жағдайда дау пайда болуы мүмкін. Мысалы, бірінші компьютер желі бос екенін білді және пакетті жіберуді бастады. Бірінші компьютер жіберуді бастағанда сигнал бесінші компьютерге жетіп үлгермеді және ол желіні бос деп шешті. Бірнеше уақыттан соң желіде дау пайда болатыны анық. Мұндай жағдай коллизия деп аталады. Мұндай конфликттердің шешілуі әрбір бөлек абоненттің желілік құрылғысына жүктеледі. Жіберуші станция желіден алынған сигналды жіберілген сигналмен сәйкеспегенін байқаса, ол коллизия туды деп шешеді және пакет жіберілуін тоқтатады. Және бірінші компьютер мен бесінші компьютер коллизияны байқап жіберуді тоқтатады. Осылайша шинада жарты дуплексті алмасу режимі жүзеге асырылады. Шинаға бөлек компьютерлердің бас тартулары қорқынышты емес. Себебі желінің барлық қалған компьютерлерінде мәліметтермен алмасуды қалыпты жалғастыра береді. Шинаға кабельдің үзілісі де қорқынышты емес болып көрінуі мүмкін. Себебі бұл жағдайда екі шинаны аламыз. Бірақ кабельдің үзілісі және зақымдануы кезінде
байланыс сызығының сәйкестігі бұзылады, яғни терминатор болмайды. Және тіпті өзара байланысып қалған компьютерлер арасында да алмасу бұзылуы мүмкін. Шина топологиялы желіде кабель әдетте екі тәсілмен ұзартылады. Кабельдің екі бөлігін біріктіру үшін баррель коннекторды қолданады. Бірақ оларда сигналдар әлсірейтіндіктен көп пайдалануға болмайды. Бірнеше қысқа бөліктерді біріктіргенше бір ұзын кабель қолданған жөн. Екінші тәсіліміз ол кабельдің екі бөлігін біріктіру үшін репитер қолданылады. Коннектордан айырмашылығы ол сигналды келесі сегментке жіберер алдында күшейтеді. Сондықтан баррель коннектор орнына репитер мен немесе бір ұзын кабель пайдаланған жөн. Мұндай жағдайда үлкен арақашықтықта сигналдар бұзылмай жетеді. Шина топологиялы желінің байланыс желілері бойымен өткенде ақпараттық сигналдар нашарлайды да ешқалай қалыпқа келмейді. Бұл байланыс желінің сомалық ұзындығына қатаң шектеулер қояды. Шина топологиялы желінің ұзындығын ұзарту үшін жиі бір-бірімен арнайы сигналдарды қалыпқа келтірушілердің, яғни репитерлердің немесе қайталағыштардың көмегімен байланысқан бірнеше сегменттерді қолданады. Алайда желі ұзындығын бұлай арттыру шексіз жалғаса бермейді. Себебі сигналдардың байланыс желілері бойымен ақырғы таралу жылдамдығымен байланысты шектеулер де болады. Және де бар. Шина топологиясы кезінде алмасумен басқарудың орталықтандырылған әдісі қолданылуы мүмкін. Бұл кезінде абоненттердің біреуі орталық, барлық қалған абоненттерге, яғни перифериялық. Олардың біреуі пакет жібергісі келіп, тұрғанын анықтай отырып, сұраныстарды жібереді. Кейін абоненттердің біреуіне жіберуге рұқсат беріледі. Жіберу аяқталғаннан кейін жіберген абонент орталыққа жіберу аяқталғанын хабарлайды. Және орталық тағы да сұранысты бастайды. Мұнда орталық ақпаратты бір абоненттен екінші абонентке жібермейді. Тек қана алмасумен басқарады. Дегенмен шина да деорталықтандырылған әдіс аса жиі қолданылады. Деорталықтандырылған әдісті таңдауда барлық абоненттер желіге кіруге тең құқылы. Пакетті қашанда жіберуге болатыны жөнінде шешімді әрбір абонент тек желі күйі жағдайына қарап қана орнында қабылдай береді. Берілген жағдайда екі абонент арасында желіні басу үшін бәсеке туындауы мүмкін. Және сәйкесінше олардың арасында дау пайда болуы мүмкін. Базалық топологиялардың келесі түрі
жұлдызша топологиясы. Жұлдызша топологиясы бұл барлық абоненттер қосылатын анық бөлінген орталығы бар топология. Бүкіл ақпаратпен алмасу тек орталық компьютер арқылы жүреді. Орталық абоненттің желілік жабдығы перифериялық абоненттердің жабдығына қарағанда айтарлықтай күрделі болу керектігі түсінікті. Желі топологиялы желіде жұлдызша топологиялы желіде негізінде ешқандай даулардың пайда болуы мүмкін емес. Себебі басқару толығымен орталықтандырылған. Перифериялық компьютерлердің істен шығуы желінің қалған бөлігінің жұмыс істеуіне ешқалай әсер етпейді. Бірақ орталық компьютердің кез келген қабыл алмаушылығы желіні толығымен жұмысқа қабілетсіз қылады. Кез келген кабельдің үзілуі немесе ондағы қысқаша тұйықталу жұлдызша топологиясында тек бір компьютермен алмасуды бұзады. Ол барлық қалған компьютерлер қалыпты жұмысын жалғастыра алады. Жұлдызшада әрбір байланыс желісінде тек екі абонент орналасады. Ол орталық және перифериялық. Көбіне оларды байланыстыру үшін екі желі сызығы қолданылады. Олардың әрбіреуі ақпаратты тек бір бағытқа ғана жібереді. Осылайша әрбір байланыс желісінде тек бір қабылдағыш пен бір жібергіш қана болады. Берілген топологиялы желінің ортасында компьютер емес, репитер сияқты функцияны атқаратын концентратор немесе хаб орналастырылады. Ол келіп түсетін сигналдарды қалыпқа келтіріп, оларды басқа байланыс желілеріне жібереді. Кабельдердің төсеу сұлбасы шынайы немесе белсенді жұлдызға ұқсас болса да, анығында шиналық топологиямен жұмыс істейміз. Себебі әрбір компьютердің түсетін ақпарат бір уақытта барлық қалған компьютерлерге жіберіледі, ал орталық абонент болмайды. Жұлдызша топологиялы желіде желі конфигурациясын басқару мен кабельді қосу орталықтандырылған. Бірақ оның кемшілігі де бар. Барлық компьютерлер орталық нүктеге қосылғандықтан үлкен желілер үшін кабельдер шығыны едәуір көбейеді. Сонымен қатар орталық компонент жұмыс істемей қалса, онда барлық компьютерлерде жұмыс істемей қалады. Егер бір компьютер істен шықса, немесе коннектормен қосатын кабель, онда тек осы компьютер ғана желімен деректерді жібере не қабылдай алмайды. Ал желідегі басқа компьютерлерге бұл әсер етпейді. Жұлдызша топологиясы үшін басқарудың орталықтандырылған әдісі өте үйлесімді келеді. Ең қарапайым орталықтандырылған әдіс келесіден тұрады. Өзінің пакетін жібергісі келетін абоненттер өз сұранысын орталыққа жібереді. Орталық
оларға пакетті кезек ретімен, мысалы, олардың сағат тілі бойынша физикалық орналасуына байланысты жіберу құқығын ұсынады. Қандай да бір абонент пакетті жіберуді аяқтағаннан кейін пакетті жіберу құқығына рет бойынша келесі сағат тілі бойымен жіберуге сұранысы бар абонент ие болады. Ешқандай даулар туындамайды. Себебі барлық шешімдерді дауласатын ешкімі жоқ бір орталық қабылдайды. Егер де барлық абоненттер белсенді және жіберуге сұраныс қарқынды түсетін болса, онда олардың барлығы қатаң түрде кезек бойынша жіберетін болады. Бірақ орталық ерекше сенімді болуы керек. Әйтпесе, бүкіл алмасу бос болады. Басқару механизмі аса илгіш емес. Себебі орталық қатаң берілген алгоритм бойынша жұмыс істейді. Сонымен бірге басқару жылдамдығы айтарлықтай жоғары емес. Тіпті егерде әрдайым тек бір абонент жіберетін жағдай болғанда, ол бәрібір орталық барлық қалған абоненттерді сұрап шыққанға дейін әрбір жіберілген пакеттен кейін күтуі керек. Жұлдызшаның артықшылығы барлық қосылу нүктелері бір жерге жиналғандығы болып табылады. Бұл желі жұмысын оңай бақылауға, орталықтанған қандай да бір абоненттерді қарапайым айыру жолымен желі ақауларын жоюға, сонымен бірге бөтен тұлғалардың ену рұқсатын шектеуге мүмкіндік береді. Жұлдызша типті барлық топологиялар үшін ортақ кемшілік басқа топологиялармен салыстырғанда аса көп кабель шығыны болып табылады. Жұлдызша топологиясы үшін алмасу мен басқарудың орталықтандырылған әдісін қолдану тиімді болып келеді. Сонымен қатар, берілген жағдайда жұлдызшаның орталығында не орналасқаны маңызды емес. Алмасумен басқаратын, бірақ өзі онда қатыспайтын компьютер немесе концентратор. Жұлдызша топологиясы желісінде орталықтандырылған әдісінің басқа да принциптер қолданылады. Бұл жағдайда орталық кезек бойынша барлық абоненттерге сұраныс жібереді. Жібергісі келетін сол перифериялық абонент жауап жібереді, немесе жіберуді бірден бастайды. Ары қарай алмасу сеансы дәл сонымен жүргізіледі. Бұл сеанс аяқталғаннан кейін орталық абонент айналым бойынша перифериялық абоненттерге сұраныстарын жалғастырады. Егер де орталық абонент жібергісі келсе, ол ешқандай кезексіз жібергісі келетін абонентке өз пакетін жібереді. Ереже бойынша екінші жағдайда
да ешқандай конфликт туындамайды. Барлық шешімді ешкіммен конфликтке түспейтін бір орталық қабылдайды. Егер барлық абоненттер активті белсенді яғни түрде болса, және жіберуге сұраныс дұрыс түсетін болса, онда олардың барлығы кезек бойынша жіберетін болады. Бірақ орталық сенімді болуы керек. Әйтпесе барлық алмасу тоқтатылады. Басқару механизмі аса ilгіш емес. Себебі орталық нақты берілген алгоритм бойынша жұмыс істейді. Базалық топологиялардың тағы бір келесі түрі ол сақина топологиясы. Сақина топологиясы бұл әрбір компьютерлер екі байланыс сызығы арқылы байланысатын топология. Яғни біреуінен ол тек ақпаратты алады, ал екіншісіне тек жібереді. Әрбір байланыс желісінде тек бір ғана жібергіш пен бір қабылдағыш жұмыс істейді. Бұл сыртқы терминаторларды қолданудан бас тартуға мүмкіндік береді. Сақина ең маңызды ерекшелігі әрбір компьютер оған келетін сигналды ретрансляциялауында, яғни қалыпқа келтіруінде репитер рөлін атқаруында жатыр. Сондықтан түгел сақинада сигналдың өшуі ешқандай әсер бермейді. Берілген жағдайда анық бөлінген орталық болмайды. Барлық компьютерлер бірдей болады. Алайда бәрінен жиі сақинада алмасумен басқаратын немесе алмасудың бақылайтын арнайы абонент бөлінеді. Мұндай басқарушы абоненттің болуы желі сенімділігін төмендететіні анық. Себебі оның істен шығуы бірден бүкіл алмасуды тоқтатады. Сақинадағы сигнал желінің барлық компьютерлері арқылы өтетіндіктен кем дегенде олардың біреуінің істен шығуы бүкіл желі жұмысын толығымен бұзады. Дәл осылай кез келген үзілу немесе сақинаның кез келген кабельдің қысқаша тұйықталуы бүкіл желі жұмысын мүмкінсіздікке айналдырады. Сақина кабельдің зақымдануларына аса осал болып келеді. Сондықтан бұл топологияларда әдетте біреуі резервте болатын екі немесе одан да көп параллельді байланыс желілерін төсеуді алдын ала қарастырады. Сақинаның кемшілігі деп желінің әрбір компьютеріне екі кабельден әкелу қажеттілігін санауға болады. Сақина топологиялы желіде алмасумен басқарудың маркерлік әдісін қолданады. Маркер арнайы түрдегі үлкен емес басқарушы пакет. Сақина топологиялы желіде басқарудың маркерлік әдісінің жұмысын қарастырайық. Сақина бойымен үздіксіз абоненттерге өз пакетін жіберуге рұқсат ұсынатын
маркер жүреді. Абоненттер әрекеттерінің алгоритмі төмендегілерден тұрады. Бірінші, өз пакетін жібергісі келетін бір абонент өзіне бос маркердің келуін күтуі керек. Одан кейін ол маркерге өз пакетін қосады. Маркерді бос емес деп белгілейді де, бұл хабарды сақина бойымен келесі абонентке жібереді. Екінші, барлық қалған абоненттер тіркелген пакетімен маркерді алысымен пакет оларға адрестелген бе екенін тексереді. Егерде пакет оларға адрестелмеген болса, олар қабылдап алған хабарды сақина бойымен одан әрі қарай жібереді. Үшінші, егерде қандайда бір абонент пакетті өзіне адрестелген деп таныса, онда ол бұл пакетті қабылдайды да маркерді қабылдағанды мәлімдейтін битті орнатады. Әрі хабарды сақина бойымен әрі қарай жібереді. Төртінші, жіберген бір абонент сақина бойымен өтіп шыққан хабарды кері алады да маркерді бос деп белгілейді. Желіден өз пакетін жояды да бос маркерді сақина бойымен одан әрі қарай жібереді. Жібергісі келетін абонент осы маркерді күтеді. Сөйтіп бәрі қайта-қайталанады. Берілген басқару әдісіндегі приоритет географиялық болып табылады. Яғни, желі босағаннан кейін жіберу құқығына сақина бағыты бойынша келесі абонентке соңғы жіберген абоненттен көшеді. Сақина абоненттерді қосу, бүкіл желі жұмысының қосылу уақытының міндетті тоқтатылуын талап етеді. Сақинадағы абоненттердің ең үлкен саны айтарлықтай көп болады. Олар 1000-ға дейін немесе одан да көп болуы мүмкін. Сақиналық топология әдетте асыра жүктеулерге аса тұрақты болып келеді. Ол желі бойымен жіберілетін ақпараттың ең үлкен ағымымен сенімді жұмысты қамтамасыз етеді. Сақина топологиялы желіде орталықтандырылған әр түрлі әдісі сияқты кездейсоқ ену әдісі де қолданылады. Бірақ көбіне сақина сәйкес келетін басқарудың арнайы әдістерін қолданады. Бұл жағдайда басқарудың маркерлік әдісі аса танымал. Яғни, онда маркерді арнайы түрдегі үлкен емес басқарушы пакет. Маркерлік әдістер желіде алмасумен басқарудың деорталықтандырылған және детерминделген әдісіне жатады. Онда анық белгіленген орталық жоқ, бірақ приоритеттердің нақты жүйесі бар және сондықтан да конфликттер болмайды. Сонымен қатар тәжірибеде топологияның базалық комбинациялары да қолданылады. Тізбекті топология, яғни шина жұлдызша топологиясы. Бұл қиын топологиялардың қарапайым түрі.
Ол концентраторларды олардың порттары көмегімен тізбектей байланыстырады. Оны құрастыру қиын емес. Қосымша шығындармен байланыспаған және администрациялауды арнайы дағдысы қажет емес. Бірақ концентраторлардың тізбекті топологиясы концентраторлардың шекті санын ғана байланыстырады және одан да артық емес. Жұлдызша шина топологиясы Старбус, яғни бұл шина мен жұлдызша топологияларының комбинациясы. Көбінесе ол былай болады. Жұлдызша топологиялы бірнеше желілерді магистральды сызықты шина көмегімен біріктіреді. Жұлдызша шина топологиялы желі жағдайында бір компьютердің істен шығуы желіге ешқандай әсерін тигізбейді. Басқа компьютерлер сол қалпы бір-бірімен әрекеттеседі. Ал концентратордың бұзылуы оған қосылған компьютерлер мен концентраторлардың тоқталуына әкеледі. Келесі бір түрі біріктірілген топологиялардың ол жұлдызша сақина. Жұлдызша сақина жұлдызша шинаға біршама ұқсас болып келеді. Екі топологияда да компьютерлер шина немесе сақина құрастыратын концентраторларға қосылған. Жұлдызша сақинаның жұлдызша шина топологиясынан айырмашылығы жұлдызша шинада концентраторлар магистральды сызықты шинамен біріктірілген. Ал жұлдызша сақинада басты концентратор негізінде олар жұлдызшаны құрады. Жұлдызша сақинасы келесі сипатта болады. Орталығында концентратор орнатылған, ал олардың порттарына шинаның желі сегменттері қосылады. Иерархиялық концентраторлардың бірден аса көп деңгейін қолдануды қарастырады. Ереже бойынша иерархияның төменгі дәрежесі қолданушылардың қосылу мүмкіндігін қарастырады. Концентраторлардың аса жоғарғы деңгейі ортақ жеткілікті серверлерге қосылуды қамтамасыз етеді және желі магистраліне қызмет көрсетеді. Сонымен топология түсінігі алдымен байланыс құрылымын оңай анықтауға болатын локалды желілерге жатады. Глобалды желілерде байланыс құрылымы әдетте қолданушылардан жасырылған және аса маңызды емес. Себебі байланыс сеансының әрбіреуі адамның өз қалауымен жүргізілуі мүмкін. Қорыта келгенде топология төмендегілерді анықтайды. Яғни жабдыққа талаптарды, қолданушы кабельдің түрін, алмасу мен басқарудың мүмкін және аса қолайлы әдісін, жұмыс сенімділігін, желінің кеңейтілу мүмкіндігін.
Бүгінгі дәрісімізде қарастырылған материалды толық меңгеру мақсатында келесі бақылау сұрақтары ұсынылады. Желі топологиясы дегеніміз не? Желі топологиясының қандай түрлерін білесіңдер? Топология нені анықтайды? Толық байланысқан және толық байланыспаған топологиялардың айырмашылықтары қандай? Негізгі базалық топологиялар түрлері, яғни шина, сақина, жұлдызша топологияларына түсініктеме беріңіздер. Және олардың артықшылықтары мен кемшіліктерін атап өтіңіздер. Біріктірілген топологиялар түрлері және оларға анықталған